Қазақстанның ұлттық валютасы теңге. Ол 1993 жылғы 15 қарашадан бастап ресми түрде айналымға енгізілді. Осы күн жыл сайын теңге күні ретінде атап өтілді. Валютаның қазіргі айналымда ең көп сомасы қанша? 20 мың қазіргі таңда. Ұлттық валюта қай жылы айналымға енгізілді? Ұлттық валютама 90 жылы 15 қараша шарт. Ұлттық валюта туралы жарлыққа қай жылы қол қойылды? 1993 жылы 12 қарашада. Дәл қазір ұлттық валютаның қаншауы қалтаңызда бар? Қолма-қол ақша түрінде қалтамда ақша жоқ, бірақ қазір электронды дамыған заман болғандықтан телефонда Каспий банк ішінде бар. Жалпы сізге теңге деген ұғым ұнайды ма? Ұнайды, иә. Ұлттық валютаның ең алғашқы түр сипаты есіңізде ме? Есімде, ол кезде кішірек болатын, бірақ та дәл қазір сипаттап бере алмаймын. Қайырлы күн. Ұлттық валютамыздың алғашқы теңгесі қанша болды және оның түр сипаты есіңізде ме? Ұлттық валютамыз алғашқы кезде 1993 жылы шыққан. Иә, 1 теңгелік болған, 3 теңгелік, 5 теңгеліктер болған. Қазір есімде менің 3 теңгелік Сүйінбай Аронұлы. Қазіргі таңда біздің ұлттық валютамыздың сапасы жөнінде не айта аласыз? Қазіргі таңда купюралардың сапасы жақсы, бұрынғыға қарағанда. Бұрынғылар енді кішкене қағаз сияқты болатын, қазіргі кезде олар жақсы салынып кеткен. Сапасы өте жақсы қазіргі кезде. Рахмет. Теңгенің алғашқы ақшалары мен монеталары Англияда басылып шығып, оның алғашқы нұсқаларында Қазақстанның тарихы мен мәдениеті туралы суреттер болды. Кейіннен теңгені шығару Қазақстанда жүзеге асырылып, ол ұлттық банкоматтарда шығарыла бастады.